Köşege kalşanıp. Assalamualaikum kızlar, қалайсыңдар? Қолдарың бос болса көтеріп жібересіңдер ма? Нені? Мен настроениемді. Не, жайша жүрсіңдер ма? Бүгін подругамыздың тойы, соған салонға келдік, дайындалып боянуға. Жабық болған салон. Андай жюри-пури жоқ қой, мен әзілін бүйтіп бағалап жүріп. Жүрсіңдерші, апарып тастаймын, отыратыңдар. Бізге BMW ұнамайды, біз BMW-ға отырмаймыз. Қош, қандай машина ұнайды сонда? Маған Toyota. 570 ұнайды маған. Кетіп қалған десе жағдай, Братуға машина сенікі ма? Негіз немістердікі ғой, бірақ қазір менікі тыныштық па? Сатпайсың ба машинаны? Жо, брат, мен өзім бүйтіп қалаға зерігіп, бүйтіп айналып шығамын деп мінетін машинам ғой. Егер алатын болсаң, үйде Toyota 570 бар. Чотам? 570? Ол люксте болмай ма ол? Соны біз заказбен істеткенбіз ғой 570-ін Toyotасынша братандар Италиядан алдырып берген. 570 деген Жапониядан шықпай ма ол? Жапониядан шыға ма? Сен сұрақ қоя бермеш, брат, алатын болсаң үйге апарып көрсетейін. Көресің ба? Көрейік. Жолдан мойкаға соғып кетейік, Мойкаға? Болды, отырсай. Қыздар, кетіп қалмаңдар онда, 5 минут күтетін да, 1 сағаттан кейін келем мағыма. Жаңа жюри-пури табылма де, сол қоттың ба? Badam-dam. Badam-dam. Қуасың ба сен? Не үшін айдайсың клиенттің машинасын? Қақтан білем ол машинасы екен? Бауырым, өмірде барлық нәрсеге серьезно қарау керек. Прическадан басқа ма? Сен менімен ойнайтын болғансың ба? Істесең істе тұрсам, істемесең шық жұмыстан. Шықсам, шығам жұмыстан. Итақта шаршап жүрмін бұл жұмыстан. Кеткім кеп жүрген еді итақта. Жинастырып ал жұмыстан. Өз бүгін көріп еді ғой жұмыстан.